Сәлем достар, сіздермен Захида. Бүгін біз сіздермен кішкене қыздардың басқа тағатын повязкасын тігіп үйренетін боламыз. Бізге бастың айнала ұзындығы керек. Повязкамыздың ені 10 см болғандықтан 2 бүктейміз, 20 см, тігіске 1 см қосып 22 см қылып аламыз. Бізге мен өзім велюр матасын алдым, созылатын деп. Сіздерде созылатын қандай да әдемі мата алсаңыздар болады. Мен дайын өлшемдермен кесіп алдым матамды. 22 см, 50 см қылып алдым. Енді оны оң бетін бір-бірін қаратып тура тігіспен тігеміз. Тура тігіспен тігіп шығамыз. Машинкамен немесе қолмен тіксе де болады. Мінекей, енді тігіп шықтық. Тура тігіспен. Велюр матасы негізі сәл қиындау тіккенге, бірақ тіксе болады. Енді оң жақ бетін аударып, жақсылап тігісін ортаға неғылып, тұрғызып, үтіктеп аламыз. Велюр матасын үтіктегенде абай болу керек. Мінекей, тіккен матамызды үтіктеп алдық. Енді екі шетін оверлокпен тіксе де болады, қолмен тіксе де болады. Менде оверлокі жоқ болғандықтан машинаның тігісімен тігіп алдым. Енді оң жақ бетін аударып, екі бетін бір-біріне бүктеп, сол жақ бетін ұстап, оң бетіне алып келіп, осылай видеодағыдай етіп, бір-біріне кидіреміз. Сіздерде абайлап бұрыштарына кіргізіп аударасыздар. Тіккенде де абайлап, қолдарыңыздан келмесе, булавкамен қадап алып, одан кейін тіксеңіздер болады. Мінекей, тағы да бір рет көріп алыңыздар. Жақсылап закрепкамен тігіп аламыз. Мінекей, біз тігіп алдық. Закрепкамен жақсылап, керек емес жіптерді кесіп алып тастаймыз. Тігісіміз таза болу керек. Мінекей, біздің повязкамыз дайын. Қазір біздің түктері теріс болып қалды. Қазір осылай кидіру керек басқа. Сонда әдемі болып тұрады. Бұл повязканы үлкендер де кие алады. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, өз ойыңызды комментарийде бөлісіп кетіңіз.